Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тасбақаның айласы жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Қу түлкі берік қабыршағы болғандықтан тасбақаға қалай тиісерін білмей, оған тісін басып жүреді. Содан ол дос жарандарын, кез құйрықты, қасқырды, таутесерді, сасық күзенді шақырып тасбақаны мықтап жазаламақ болады. Бір күні аспан кеңістігін шарлай ұшып жүрген кез құйрық асқар таудан асып бара жатқан тасбақаны көріп, екі қанатын қомдай құдиып келіп, оны шоқыпты. Бұл хабарды естіген түлкі, қасқыр, таутесер және сасық күзен сол жерге жетеді. Барлығы тасбақаға жабыла кетеді. Өзінің оларға әлі жетпейтінін білген тасбақа күйініп, ата-бабамнан мирасқа қалған құрыш қабыршағым тұрғанда, кім маған жәбір жасай алмақ деп күліпті. Достар, көп болып кеңессек, бұған төтеп берудің амалы табылып қалар, деп жұбату айтқан түлкі тасбақаға қарап, мықты болсаң, неге қашып кетпейсің, дейді әжуалай. Тасбақа, денемді қорғайтын құрыш сауытым тұрғанда, несіне қашамын, дейді. Сонда түлкі, таутесер, сен құз жартастарды ұңғып тесуші едің ғой. Жедел қимылдап, тасбақаның қабыршағын тес. Алғашқы жүлде сенікі болсын, дейді. Таутесердің кереметін білетін тасбақа мұны естіп қатты қорқыпты. Ол шындап іске кірісетін болса, қабыршағымды тесіп, өміріме қауіп төндіреді. Тасбақа сонда да мүлде саспаған сыңай танытып, таутесер, егер маған ұрынар болсаң, мойныңды бұрап жұлып аламын. Құрыш сауытымның кереметін сондай білерсің, деп қарқылдап күледі. Мұны естіген таутесер именіп, тасбақаның қасына жақындай алмапты. Әккі түлкі бұл сұмбайы сауытына жиырылып кіріп алды. Енді бәріміз аңдып қарап тұрайық. Ол тыныстауға әйтеуір бір басын шығарар. Сол кезде батыр қасқыр бас салып желкесін үссін, деген ақыл айтады. Егер олар осылай табан аудырмай аңдайтын болса, тұншығып өлгеніммен аштық. Егер олар осылай табан аудырмай аңдып тұратын болса, тұншығып өлмегенімен аштықпен шөлден өлермін. Ұзақ жиырылып жатсам, аяқ қолымда ұйып қалар, деген ойдан зәресі зәр түбіне кеткен тасбақа қорқынышын сездірмей, 3 ай су ішпей, 3 жыл нәр тартпай шыдармын. Сарылда күтем десеңдер, өз еріктерің. Сауытымның үстіңгі жағында бір тыныс саңлауы, астында ауа алмасатын 4 тесігі бар. Сондықтан 1000 жылда бір рет басымды шығаруға зәру емеспін, әрі тұншықпаймын. Қасқыр, сен немере шөберелеріңе дейін қаққан қазықша қадалып қарада тұр, деп сақ-сақ күледі. Түлкі бір ауық адырап қалса да, тағы бір амал тауып, бұл сұмпайыларды шоқпар тастың үстіне қойып, темір балғамен соғып, күл паршасын шығарайық, депті. Бұлар түлкінің осы айтқаны бойынша темір балғамен шындап соқса, қабыршағым сынып, мылжам-мылжам шығатын болды ғой, деп ойлаған тасбақа, сендер барып тұрған есуас екенсіңдер. Ата-бабам сыйлаған сауытым тас пен балғадан да берік, өздерің мерт болмасаңдар екен, деп кеңкілдейді. Бұны естіп тағаты таусылған қасқыр безектеп, мылжыңдасып тұрудың қажет жоқ. Енді мұны таудың құзар басынан домалатайық. Сонда бұл сауыты шағылмай қалған күнде де миы шайқалып құриды. Тасбақа қатты сасса да қарқылдап күліп, Тәңір тауының ұшар басынан қарғағанда мыңқ етпеген едім. Мені енді жатаған төбешіктен құлатып, жаманнан қатты мұқартасыңдар, деп мысқылдайды. Ашуға булыққан түлкі, лағнет атқыр сұмырай. Жүрек жұтқан неме болсаң да, бұл жолы айнырсың. Келіңдер, төбе қылып отын үйіп, оған май шашып, отты маздата жағып, мынаны отқа күйдіріп өлтірейік. Сөйтіп,
тайталасқан тасбақа етіне сылқия бір тояйық, деп ызаға булығыпты. Қаумала қоршап тұрғандардың мұны бір ауыздан құптып, мәре-сәре болғандарын көргенде, тасбақадан бір суық тер бұрқ ете түсті. Бірақ ол сонда да сыр білдірмей, бәрекелді, неткен сауатсыз жан едіңдер. Тасбақа жуынғанда сумен емес отпен жуынады дегенде естімеп пе едіңдер? Маздап тұрған отқа түсіп жуыну қандай рахат, шіркін, дейді. От алып қопаға түскен түлкі өлім қапқыр. Оттан қорқпасан, судан қорқарсың. Кез құйрық мұны іліп алды да шарықтай көтеріп, толқын атып тулап жатқан өзенге апарып таста. Мұның мықтылығын сонан соң көрейік деп ақырыпты. Сұмдығы елден асқан әккі түлкі, ақылының жеткен жері осы ме еді? Маған керегі осы емес пе? Деп іштей шаттанған тасбақа шошып, үрей ұшқан жандай қалш-қалш етіп көз жасын төгіп, ағатайлар, осындай өлімге қиятындай мен не жазып едім сіздерге? Егер мені суға тастасаңыздар, ауыр қабыршағым су түбіне шым батып әпкетіп, аузы мұрнымнан су көріп, тұншығып өлемін ғой. Бір қасық қанымды қия көріңдер, деп еңіреп қоя береді. Ақыры жанды жеріңді таптық-ау, қарқылдай бермей, неге мөлтеңдеп қалдың, сұмырай? Біліп қой, бүгін саған кешірім жасасақ, ертең бізді әлекке саласың, депті түлкі масаттанып. Кез құйрық түлкінің бұйрығымен тап бергенде, тасбақа жылауын тіпті үдете түседі. Түлкі бұған ішек сілесі қатқанша күліп жерде домаланып қалыпты. Тасбақаны шеңгеліне алған кез құйрық шарықтай көтеріліп, ұшқан бойы өзенге келіпті. Сөйтіп оны өзеннің ағысы ең қатты жеріне әкеп тастай салады. Тасбақаның өзенге жеткені, үйіне жеткені, қу түлкіден айласын асырған тасбақа басын судан шығарып, кез құйрық ағай, үйіме әкеліп тастағаныңызға мың мәрте рахмет. Айлалы түлкі мырза, ендігәрі сұңғылығыңызды көрсетіп, мақтанбауға кеңес беремін, депті тасбақа. Я достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.